Алматы қаласындағы нөмір 174 мектеп-гимназияның 11 сынып оқушысы Елдос Болатұлы ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы мүмкіндігінде 139 балл жинап рекордтық нәтиже көрсетті. Физика-математика бағытын таңдаған үздік шәкірттің бұл жетістігі бүкіл мектеп ұжымы үшін үлкен мақтанышқа айналды. Бүгін мектеп қабырғасында Елдосты салтанатты түрде құттықтау рәсімі өтті. Қуанышты сәтте кейіпкеріміздің жанынан табылып қолдау көрсеткен ата-анасы да шараның арнайы қонағы болды. Гимназия директоры Алма Зейнелқызы бұл жетістік кездейсоқ емес, көп жылдық жүйелі еңбектің нәтижесі екенін атап өтті. Ұстаздардың айтуынша, Елдос мектеп табалдырығын аттағаннан бастап білімге құштарлығымен, зеректігімен және тиянақтылығымен ерекшеленген. Үшкір қиялының арқасында осы дәрежеге жетіп отыр. 139 балл құтты болсын, Елдос. Салтанатты шара аясында үздік түлекке мектеп атынан арнайы естелік сыйлық пен ақшалай сертификат табысталды. Ал осындай саналы білімді ұл тәрбиелеген ата-анасына мектеп әкімшілігінің атынан зор алғыс білдіріліп, алғыс хат берілді. Өз кезегінде Елдостың ата-анасы да мектеп ұжымына, ұстаздарға шексіз ризашылықтарын жеткізді. Елдос осы 174 гимназияда 5 класстан бастап келді. Осы жерде фундamenті қаланды. Осы мұғалімдердің, білімді мұғалімдердің арқасында білімі көтерілді. Тәрбиесі де жақсы. Осы мектепке көп алғыс айтам. Мектептегі мұғалімдердің сапасы, білімі өте жақсы, өте жоғары. Әлі де осы Елдос сияқты көп балалар шығуына сенем. Бұрында сенгем, әлі де сенем. Алғашқы мүмкіндікте жоғары нәтиже көрсеткен Елдос Болатұлының мақсаты айқын, арманы асқақ. Ұстаздарға барлық алғысымды білдіремін. Барлық ұстаздардың еңбектері қазір ақталады, және де болашақта да ақталып, осы нағыз ұбт-да менен басқа да көптеген түлектер 140 балл алады деген үміттемін. ұбт-ның шыңын бағындырған жас түлекке біз де сәт сапар тілейміз. Аягөз Ерген, Аружан Смадиярова, Ұрпағыны медиа.